Армысыздар. Бүгін сіздерге алманың 10 түрлі пайдалы қасиеттерімен бөлісетін боламын. Алма қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және атеросклероздың дамуына жол бермейді. Құрамында пектин мен өсімдік талшығының жоғары болуына байланысты алма қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Бір қабығы бар алманың құрамында 3,5 грамм талшық бар. Бұл адамның күнделікті қажеттілігінің 10%-нің астамы. Аршылған алмада 2,7 грамм талшық бар. Ерімейтін талшық молекулалары холестеринге қосылып, оны денеден шығаруға көмектеседі. Осылайша олар холестеринді қан тамырлары бітелуінің қаупін азайтады. Сонымен қатар пектин қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және тамырлы атеросклероздың дамуын болдырмауға көмектеседі. Күніне 2 алма жеу холестерин деңгейін 16%-ға төмендетеді. Ал оған қоса күніне 1 бас пияз жеп, 4 кесе көк шай ішсеңіз, инфаркт қаупі 32%-ға төмендейді. Алма ас қорытуды қалыпқа келтіреді. Жоғарыда біз айтқан диеталық талшық қандағы холестерин деңгейін ұстап тұруға ғана емес, сонымен қатар іш қатудың алдын алады. Пектин диареямен күресуге көмектеседі. Пектин ішекте токсиндер мен уларды сіңіреді және өт тастарының пайда болуын болдырмайды. Алма ас қорытуды жеңілдететін жақсы табиғи құрал болып саналады және олардың құрамындағы жоғарғы G дәруменнің арқасында олар тәбетті арттыру үшін қолдануға жарамды. Жүрек айнуы мен құсудың алдын алу үшін алма жеуге жақсы. Алма витамин тапшылығына пайдалы. Алма дәрумендер мен микроэлементтер көп болғандықтан дәрумен тапшылығы мен анемияға қолданылады. Қышқыл алманың шырынынан анемияға қолданылатын алма қышқылынан темір сығындысы алынады. Алма шырынында көптеген қан түзетін элементтер бар. Темір және марганец. Оның құрамында оңтайлы пропорцияда калий, натрий және кальций бар. Сондықтан ол жүрек қан-тамыр жүйесін жақсы нығайтады. Алманың жалпы күшейтетін әсері бар және дененің радиацияға төзімділігін арттырады. Олар иммундық жүйені нығайтады. Алма шырыны инфарктпен ауырған науқастарға өте пайдалы және қалпына келтіру кезінде көмектеседі. Бірақ жаңа сығылған алма шырынында кездесетін көптеген пайдалы заттар ұзақ сақталмайды. Ал өнеркәсіптік оралған шырын мен компотта олар мүлде сақталмайтынын есте ұстаған жөн. Алма қант диабетіне пайдалы. Алмада қанттың көп болуына қарамастан, олар қант диабетімен ауыратындар үшін пайдалы. Өйткені алмадағы қант негізінен фруктоза болып табылады және ол қандағы қанттың көптігін тудырмайды. Алма метаболизмді қалпына келтіреді, тұз балансын қалпына келтіреді, денені жасаруға және қартаю процесін бәсеңдетуге көмектеседі. Алманың целлюлозасы операциядан өткен науқастар үшін пайдалы. Ол дененің тігістерді тез сауықтыру қабілетін және оның иммундық белсенділігін арттырады. Алманың құрамындағы фосфор, макроэлементтері мидың жұмысын ынталандырады және жүйке жүйесін нығайтады. Сондықтан ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, ұйықтар алдында 1 алма жеп немесе 1 стакан алма шырыны ішіп көріңіз. Қыңқылдаған балаға алма шырынын беру пайдалы, ол тыныштандыратын әсерге ие. Алма рак ауруынан қорғайды. Алма қабығында антиоксидант кверцетиннің көп мөлшері бар. Ол С дәруменімен бірге бос радикалдардың денеге зиянды әсерін болдырмайды. Пектин және ерімейтін талшықтар да ісікке қарсы әсер етеді. Олар іш қатудың алдын алады және денеден зиянды заттарды кетіреді. Осылайша олар тазартылған, табиғи емес тағамды шамадан тыс тұтынудан туындаған заманауи өркениеттің қасіреті тоғышек қатерлі ісігінің даму ықтималдылығын азайтады. Алма антитоксиндік қасиеттерді көрсетеді. Ауыз қуысын дезинфекциялайды, тістерді кариестерден қорғайды және жағымсыз иісті кетіреді. Алма ағзаны қалдықтар мен токсиндерден тазартады. Пектиндер денеден ауыр металл тұздарын байланыстырады және шығарады. Алма несеп қышқылының түзілуіне жол бермейді. Сондықтан олар созылмалы ревматизмге пайдалы. Диуретикалық әсерінің арқасында алма ағзадан зиянды заттарды кетіруге де көмектеседі. Алма құрамындағы хлороген қышқылы бар.
пектинмен бірге қымызды қышқылының тұздарын, оксалаттарды денеден шығаруға көмектеседі. Алманы жаңа піскенін жеген дұрыс, өйткені олардың құрамындағы С дәрумені ауада тез тотығады. Сонымен қатар олардың өзінде С витаминін тотықтыратын заттар бар. Ал термиялық өңдеу бұл заттардың жойылуына және ағзадағы С витаминінің төмендеуіне әкеледі. Алманың қабығын кесіп алмауға тырысыңыз, өйткені бұл жерде оларда пектин мен талшық көп. Шіріген жемістерді жеуге болмайды, тіпті олардағы шіріктерді кесіп тастасаңыз да. Ұрықтың әрең байқалатын зақымдануының өзінде уланулар түзіледі. Метоксиндер, олар ұрықтың бойына таралады. Метатоксиндер жүрекке, бауырға зиянды әсер етеді және қатерлі ісікке ықпал етеді. Алманың құндылығы басқа нәрселермен қатар, олардың бізге жыл бойы қолжетімді болуында. Халық даналығы күніне бір алма сізді дәрігерге бару қажеттілігінен арылтады дейді. Алма жеп ауырмаңыз. Егерде ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.